Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін омлет жасаудың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді және жылдам дайын болатын тағам. Таңертеңгі шайға осы омлетті жылдамдатып пісіріп жіберуге болады. Достар, видеомды соңына дейін қарап, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісуді де ұмытып кетпеңіз. Енді бұл тағамды дайындау үшін мен 5 жұмыртқа алдым. Негізі порциясы көп болсын десеңіз, жұмыртқаны көбірек қоссаңыз да болады. Және де әр бір жұмыртқаға 50 грамм сүттен 250 грамм сүт құйдым. Жақсылап араластырып аламын. Оның үстіне жарты шай қасық тұз. Және де бендегі мынандай форма, осындай формаға сары майды жағып дайындап алдым да, сосын үстіне омлетімді құйып, духовкада 180 градуста 30 минут 40 минутта пісіп дайын болып шықты. Мінекей, мен тамағым дайын болды, өте бір керемет болып шықты. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Таңертеңгі шайға осыны жылдамдатып пісіріп жіберуге болады. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз, каналымнан алыстамаңыз. Менің жаңадан шығатын видеоларымды қарап, өзіңізге тағы да болашақта қандай мен рецепт күтесіз, соны жазып қойыңыз. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Сау саламатта болыңыз.